Uluqpanның ұлына қалыңдық айттыруы. Uluqpan хәкімнің ұлы аузынан сөзі, қойыннан бөзі түскен момын, қызға қырсыз, жұмсағанға мінсіз екен. Ер жеткен соң лайықты жар таппай жүріп қалады. Бойдақ баласының жүрісі көбейген сайын ел арасында сөзді көбейеді. Болмағасын хәкім ұлын ертіп келінді өзі дейді. Қалыңдық іздеп ел аралағанда ұлын аттың бауырына алып қамшымен сабайды екен. Ақсақал ұлыңыз не жазды деп сұрағанға, айтқанды екі етпейді деп жауап береді екен. Жұрт, балаң айтқан тілді екі етпесе, одан артық не керек деп түсінбепті. Күндер өте береді. Бір күні бір ауылға келіп, ұлын тағы сабапты. Жұрт Uluqpanның мына әрекетін түсінбей, тағы да аң-таң боп қарап тұрады. Сол кезде бір қыз сауап өзіне де сол керек. Өзі біліп іс қылмайтын ынжықтан айтқызбай-ақ үй күзететін ит артық. Мұндай еркекке осы жаза лайық депті. Uluqpan мына сөзді естігенде елең ете қалады. Ұлыма жар болатын ақылды әйел таптым деп дейді. Сол қызды айттырып, ұлының бағын ақыры ашыпты деседі.